Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздермен Заңғарағай. Бүгінгі видеомызда математика 5-ші сынып 103-ші есептен бастап 122-ші есепке дейінгі шығару жолдарын көрсететін боламын. Әдеттегідей менің Instagram парақшама жазылыңыздар, ол жерде пайдалы ақпараттар көп. Сонымен мына бетті видеоны паузаға қойып оқып алыңыздар, мен болсам бастаймын. Нөмірі 103-ші есептен бастап бастаймыз. Так, нөмірі 103. Нөмірі 103. Қазақ халқының бұл жалпы видео 103-ші есептен бастап, бұл жерде мәтінді есептерді шығару тақырыбы болып табылады. Алдыңғы сабақтарда өткен формула арқылы есептеу, теңдеу шешу барлығы бұл тақырыпта керек. Сонымен 103. Қазақ халқының ұлттық киімі міндетті түрде ұлттық ою-өрнекпен әшекейленеді. Ер балаларға арналған ұлттық киімді әшекейлеу үшін 2 метр, қыз балаларға арналған ұлттық киімді әшекейлеу үшін одан 1 метр артық тоқыма бау керек дейді. Көрдіңіздер ме балалар? Ер балаларға 2 метр керек. 2 метр ер балаларға. Ал қыз балаларға одан 1 метр артық дегеннен кейін 2 метрге бірді қосамыз ғой, яғни қыз балаларға 3 метр мата керек екен, бау керек. Енді бірінші сұрақ 4 ер балаға және 4 қыз балаға арналған ұлттық киімді әшекейлеу үшін қанша тоқыма бау қажет дейді. 4 ер балаға, одан кейін бар 4 қыз балаға. 4 ер бала деп қояйық. Сосын барып қосайық оған 4 қыз балаға. Сонда ер балаға 2 метр кеткеннен кейін 4 2-ке көбейтеміз, қыз балаға 3 метр кеткеннен кейін 4 3-ке көбейтеміз. 4 2-ке көбейтетін болсаңыздар 8, 4 3-ке көбейтетін болсақ 12, қосатын болсақ 20. Сонда 4 ер бала 4 қыз балаға жаңағы ұлттық киімді әшекейлеу үшін 20 метр тоқыма бау керек деп жауап береміз. Нөмір 2-ші сұрақ. Енді мен подсказка беремін, сіздер өздеріңіз орындаңыздар. 5 ер балаға және 5 қыз балаға арналған ұлттық киімді әшекейлеу үшін 45 метр тоқыма бау жете ме деп сұрақ қойып тұр. Енді осыны есептеңіздер. 5 ер бала және де 5 қыз бала. Осыны есептеңіздер. 45-тен артық болып кетпейді ме екен? Комментарийға жауаптарыңызды жазыңыздар. 103-ші есеп 2-ші бөлімі я немесе жоқ, жете ме? 45 метр. Нөмірі 104-ші есеп менің отбасымның өмірімдегі математика дейді. Пәтердің тұрмыстық қызметтерін төлеуге берілген түбіртектегі кейбір қызметтер түрі 12-ші кестеде көрсетілген. Олардың бағасын анықтап, кестедегі баға мен мөлшері бағандарын толтырыңдар дейді. Енді өздеріңіз толтырасыздар. Квитанцияны айтып жатыр бұл жерде. Бағасын, мөлшерін жазасыздар да, екеуін көбейтесіздер да, құнын есептейсіздер мінекей. Мына жер өздеріңіз сан қойып, құнын есептейсіздер. Бұны өздеріңізге қалдырам. Әркім өзі шығарады. Әркім өзі әртүрлі ғой несі квитанциялары. Мен болсам 105-тен бастай берейін. 105-тен бастай беремін. Аяқта 103. Жалпы 103-тен басталады ғой, 103, сонымен 105-ші есеп. Нөмірі 105. Шаңғышы 3 сағатта 30 километр жол, қазір берілгенін оқиық. 3 сағатта 30 километр жол жүріп өтті дейді. Шаңғышы 3 сағатта 30 километр жол жүріп өтті. Осы жылдамдықпен 20 километр жол жүріп өту үшін оған қанша уақыт керек? Есепке керек есеп құрастырыңдар және оны шығарыңдар дейді. Кері есеп құрастырыңдар. Шаңғышы 3 сағатта 30 километр жол жүріп, осы жылдамдықпен 20 километр жол жүріп өту үшін қанша уақыт керек? Т тең 3 сағат. Жүріп өткен ара қашықтығы 30 километр. Енді біз жылдамдығын табайық. Жылдамдығы белгісіз, жылдамдығын табайық. В тең S бөлінген Т. Жылдамдықты табу үшін жүрілген жолды уақытқа бөлесіздер, яғни 30-ды бөлесіздер 3-ке. 30 километрді 3-ке бөлесіздер, сонда 10 километр бөлінген сағат жылдамдығы. Осы жылдамдықпен 20 километр жол жүру үшін қанша уақыт керек дейді. Тын табамыз дейді. Тыны табу үшін біздер не істейміз? S-ті V-ға бөлеміз. S-ті V-ға бөлеміз. Сонда біз осы жылдамдықпен 20 километр деп тұр ғой. 20 километрді 10-ға бөлесіздер, яғни 2 сағат. 2 сағат дейсіздер. Болды. Есепке кері есеп құрастырыңдар және оны шығарыңдар дейді. Қандай кері есеп құрастырсақ болады? Жылдамдығы 2 сағатта қанша километр жол жүреді деп сұрақ қойсаңыздар болады. 2 сағатта қанша километр жол жүреді деп S-ті тапсаңыздар болады. Түсінікті ме балалар? 105-ші есеп комментарийға жаза кетейік. Нөмір 106-ға өтемін болсам. Кітап сөресінің бірінші қатарында 32 кітап тұр. Бұл екінші қатардағы кітаптардан 8-ге кем. Үшінші қатардағы кітаптардың саны екіншідегіден 5-ке артық. Үш қатарда барлық қанша оқулық бар?
Балалар, мына есепті видеоны паузаға қойып өздеріңіз орындап көріңіздер. Міндетті түрде бұл өте қызық есеп, сондықтан бірінші өзіміз орындап көрейік бұл есепті. Болмаса, қараңыздар. Кітап сөресінің бірінші өзі қанша қатар? 3 қатар. Бір қатар, екінші қатар, үшінші қатар деп қояйық. Иә? Кітап сөресінің бірінші қатарында 32 кітап тұр екен. Мына жерде 32 кітап тұр. 32 кітап. Бұл екінші қатардағы кітаптардан 8-ге кем дейді. Бұл, яғни бірінші қатардағы кітаптар мынадан екінші қатардағылардан 8-ге кем. Яғни екінші қатардағын табу үшін 32-ге 8-ді қосасыздар, бізде 40 болады. Мінекей. Мынау бірінші қатар. Мынау екінші қатар, мынау үшінші қатар. Мына сөздің мағынасын түсіндіңіздер ме? Бірінші қатарда кітаптар 32 кітап тұр. Бұл мынадан 8-ге кем. Шынымен де 40-тан 8-ге алып тастасаңыз 32 болады ғой. Түсініп тұрсыздар ма? 8-ге кем деген түсініп тұрсыздар ғой, дөрі. Ары қарай оқиық. Үшінші қатардағы кітаптардың саны екіншідегіден 5-ке артық дейді. Көрдіңіздер ме? Үшінші қатардағылар екіншідеген 5-ке. Екіншіде бізде 40, 40-қа 5-ті қосасыздар, 45 болады. Сонда 3 қатарда барлығы қанша кітап бар? Барлығын қосасыздар, 32 қосылған 40, қосылған 45. 32-ке 40-ты қосатын болсақ, бізде 72 қосылған 45. 70-ке 40-ты қосатын болсақ, бізде 110. 117 кітап. Жалпы, бәрін қосқанда. Түсінікті айттым деп ойлаймын. Мәселе есептеген осы балалар. Суретін саласыздар, кесте құрасыздар. Өздеріңізге ыңғайлы болу үшін бір жолды таңдап шығаратын боласыздар. Белгілі бір қатып қалған формула жоқ. Нөмірі 107 есеп. А және Б қалаларының аралығы 710 км. А қаласынан Б қаласына 75 км сағат жылдамдықпен пойыз шықты. 2 сағаттан кейін Б қаласынан А қаласына 65 км сағат жылдамдықпен екінші пойыз шықты. Олар екінші пойыз шыққаннан кейін қанша уақыт өткен соң кездеседі. Мынау кішкене күрделі есеп, бұны да өздеріңіз бірінші өз күштеріңізбен орындап көріңіздер. Алдымен видеоны паузаға қойыңыздар, өздеріңіз орындап көріңіздер. Болмаса ғана видеоның көмегіне жүгінеміз. Жарайды. А қаласы және де Б қаласы. Мына жақта Б қаласы қандай да бір. Арасы 710 км екен. Арасы 710 км. А қаласынан Б қаласына 75 км сағат жылдамдықпен пойыз шықты. В бір деп қойын. Бұл бізде пойыздың жылдамдығы болсын. 75 км бөлінген сағат. 2 сағаттан кейін Б қаласынан А қаласына 65 км сағат жылдамдықпен екінші пойыз шықты. Екінші пойыздың жылдамдығы В2 деп қоямыз. Ол 65 км бөлінген сағат. Бұл жерде есептің мағынасын түсініңіздер. Мынау В уже бір жерге барып қойды, 2 сағат жүріп қойды. 2 сағат біздің В1 бірінші пойымыз 2 сағат жүрді. Одан 2 сағаттан кейін барып, маяқтан В2 деген пойыз шықты. Олар екінші пойыз шыққаннан кейін қанша уақыттан соң кездеседі. Яғни бір жерде кездеседі олар. Олар қандай да бір жерде екеуі бір-бірімен кездеседі. Ол қанша уақыттан кейін деп сұрап жатыр. Қанша уақыттан кейін деп тыны сұрап жатыр. Мінекей. Енді бұл есепті шығару үшін былай сызып қояйық. Шешу деп қоямыз. Шешу. Енді бұл есепті шығару үшін біз теңдеу құруымыз керек. Екеуінің жүрген жолдары қосындысы бізде осы А мен Б-ның қалаларының арақашықтығына тең екенін түсінейік. Шынымен де былай кездессе, ол былай шығып кездессе, екеуінің жүрген жолдарын қосатын болсақ, S1-ге S2-ні қосатын болсақ, біздің екі қаланың арасы, яғни 710 км шығады. Қосамыз. Бірінші пойыздың жүрген жолын, екінші пойыздың жүрген жолына қосатын болсақ, 710 км шығады. Енді екінші пойыз шыққаннан кейін бастап қанша уақыттан кейін кездеседі деп бізде сұрақ қойып тұр. Яғни, мына уже жүріп қойды 2 сағат. Түсінесіздер ме? Сонда бұған 2 сағатты қосамыз. 2 сағат қандай да бір. S1 дегеніміз, яғни S тең VT деген форманы білесіздер ғой. V1, T1. S2 дегеніміз V2, T2 болады. Қашықтықта жүрген жолды табу үшін V2, T2 тең болады 710 км. Енді сіздер білесіздер, мынау 2 сағаттан кейін шықты. V2 2 сағаттан кейін. V1-міз, яғни 2 сағат артығы жүрді. Көрдіңіздер ме? 2 сағат жүргеннен кейін барып шықты ғой.
Сондықтан біздің Т1-імізге жаңағы Т1-ден 2 сағатты азайтуымыз керек Т2 шығу үшін. Мына жерде түсініңіздер. Т2 өйткені аз. Мынау екінші пойыз азақ уақыт жүрді. 2 сағатқа аз жүрді, потому что 2 сағат кешігіп жүрді. Соны орнына қоямыз мысалы. В1 дегеніміз 75. Оған Т1-ді көбейтеміз. Так, Т1 дегеніміз бұл жерде, мынаяқтан Т1-ді X арқылы өрнектеуіміз керек. Тұра тұрыңыздар, былай жазайын. Т1 тең болады -2-ні ары қарай жіберейік. Т2 қосылған 2 болады. Т1 дегеніміз Т2 қосылған 2. Енді Т2 бұл екінші пойыздың жүрген уақытымен бөліп тұр, соны X-ке айналдыра саламыз. Болды. Сонда былай болады, қараңыздар. Т2-ні X-ке айналдырамыз. Т1 тең X қосылған 2 де осы жерден қазір X табамыз мінекей. Қоям мінекей. В1 75. Т1-ге көбейтеміз. Жақшамен жазамыз. Т1 X қосылған 2-ге тең. Міне. Болды. В2 Т2. В2 дегеніміз бізде 65. Ал Т2-ге X-ті қоя саламыз орнына мінекей. Т2-нің орнына X қойып жатырық. Бұл бізде жаңағы біздің Т2 дегеніміз, бұл бізде X дегеніміз Т2, екінші пойыздың бастағаннан кейінгі жүрген жол. Осы керек қой бізде. Екінші пойыз шыққаннан кейін қанша уақыт жүрді деп тұрмын. Қанша уақыт. Екінші пойыздың, яғни Т2-ні табуымыз керек. Негізі Т2 деп есептеп кете берсеңіздер болады. Мен ыңғайлы болу үшін X деп алып жатырмын. Тең 710. Мінекей оқушылар, осылай. Енді мына жерде жақшаны ашуды білесіздер, жеке-жеке көбейтіп ше. 75X қосылған 75 көбейтілген 2. Мына көбейтіндені қосындыға айналдырдық. Мынаяқта 65X бар. Тең 710. Енді біріктіреміз 75X-қа 65X-ті қосатын болсақ, мынаяққа жалғастыра берейін. Болады бізде 140. 140X. Мынаяқта 75-ті 2-ге көбейтетін болсаңыздар, болады 140. 150 болады екен. 150 тең болады 710. Енді мынау қосылған 150 теңдіктің арғы бетіне азайтылған болып барады. X-ті тауып отырмыз ғой. 710 азайтылған 150. X бар. 140X. Так, 710-нан азайтамыз. Бізде 150-ді. Болады 560. Болады 560. Енді X табу үшін 560-ты бөлесіздер 140-қа. Бөлесіздер 140-қа, болады бізде 4. X тең 4. X-тің мәнін таптық. 4 деген оны Т деп қойған емес. 4. X-іміз бізде Т2 ғой. Яғни Т2-міз бізде болып тұр 4 сағат. Яғни 4 сағат өткеннен кейін барып екеуі кездеседі. Мінекей, есеп түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбесеңіздер комментарийға жазыңыздар. Мен айтып көремін сұрақтарыңызға жауап беріп көрейін. Негізі түсінбесеңіздер қайтадан 107 есептің бас жағына барып қайтадан шығарып көріңіздер. Қайталап көріңіздер. Негізінде оңай. Нөмірі 108 тапсырма өтемен болсам. Нөмірі 108. Ұзындығы 180 км жолды турист пойыз және автобуспен жүріп өтті. Пойызбен жүрген жол автобуспен жүрген жолдан 60 км-ге артық. Турист автобуспен қанша километр жол жүріп өткен деп сұрап қойып тұр. Мына қандай да бір жол, бұл бізде 180 км екен. Оның бір бөлігін пойызбен жүрген, ал бір бөлігін автобуспен жүрген. Мінекей. Енді сол айтып жатыр. Пойызбен жүрген жол автобуспен жүрген жолдан 60 км-ге артық. Мына пойызбен жүрген жол мына алдыдан 60-ға артық деп тұр. Егер автобуспен жүрген жолға біз айнымалы енгіземіз, яғни бұны өзіміз теңдеу шешуде қолданатын X деген әріпті енгізе саламыз. Мынау X болса, автобустың жүрген жолы X болатын болса, пойыз содан айтып отыр ғой, міне, пойыз жүрген жол автобуспен жүрген жолдан 60 км артық. Сол жаңағы автобусты X деп белгілесек, оған X плюс 60 деп белгілейміз, болды. Түсінесіздер ме? X плюс 60. Немесе былай белгілеулеріміз жазатын болсақ, автобуспен жүрген жол өзі жол 2-ге бөлініп тұр. Мінекей, былай қойып қояйын, мінекей. Жол 2-ге бөлінді. Бір бөлігін пойызбен жүрген, бір бөлігін автобуспен жүрген. Автобуспен жүрген жолды X деп алатын болсақ, пойыз одан 60 км артық болып тұр. Екеуін қоссақ, мына X плюс 60-қа X-ті қосатын болсақ, общий 180 км шығады ғой. Болды.
Сонда турист автобуспен жүрген жол қанша жол жүріп өткен сұрап жатыр. Автобусты x деп белгіледік, x-ті тапсақ болды мына жерде. Теңдеуді шешу. Сонда x қосылған 60 қосылған x тең болады 180. X-қа x-ті қосатын болсаңыздар, алдында көрінбей тұрған 1-ге 1-ді қоссаңыздар 2x болады. Қосылған 60 теңдіктің арғы бетіне азайту 60 болып барады. 2x тең 120. 120 2-ге бөлетін болсақ 60. Болды, яғни 60 километр. Автобуспен 60 километр жол жүрген. Түсінікті ме оқушылар? Енді нөмір 109 тапсырма. Нөмір 109. Сұрақтар құрастырыңдар және есепті шығарыңдар. Спорт үйірмесінде 43 спортшы бар. Общий 43 спортшы бар. Оның 9-ы ауыр атлеттер, ал жүгірумен айналысатындар саны биіктікке секіретін спортшылардан 4-ке артық дейді. Спорт үйірмесінде 43 спортшы бар. Оның 9-ы ауыр атлеттер дейді. Осы 43-тің ішіндегі 9-ы ауыр атлеттер. Ал жүгірумен айналысатындар саны биіктікке секіретін спортшылардан 4-ке артық. Бізде яғни жүгіретіндер бар, жүгіруге қатысатындар бар. И биіктікке секіретіндер жай секіретін деп жазып қоя салайын. Секіретіндер. Сол айтып жатыр. Жүгірумен айналысатындардың саны биіктікке секіретін спортшылардан 4-ке артық. Секіретіндерді x деп белгілеп алатын болсаңыздар, жүгіретіндерді содан 4-ке артық болғаннан кейін x плюс 4 деп белгілеп қоясыздар. Міне, болды. Осылай айнымалы енгізіп жазыласыздар. Енді өзіміз сұрақ құрастырыңдар деген екен, мен мынандай сұрақ құрастыра салам. Сонда биіктікке секіретіндер қанша деп? Биіктікке секіретін спортшылардың саны қанша? Болды. Бәрін қосамыз 9. Ауыр атлеттер жүгіру x плюс 4 қосып жатырмыз. И секіретіндер x. Бәрін қоссақ 43 болды. X-қа x-ті қосатын болса 2x, 9-ға 4-ті қосатын болса бізде 13 тең 43. 2x қосылған 13 ар жаққа азайтылған 13 болады. 43-тен 13 азайтатын болса 30. Яғни 30-ды 2-ге бөлетін болса қазір бізде 15, x-тің мәнін таптық. Яғни биіктікке секіретініне 15 оқушы қатысады. Енді сіздер жүгіруге қанша оқушы қатысады деп сұрақ қойып соған жауап берсеңіздер болады, балалар. Мен болсам нөмір 110 есепке өттім, олай болатын болса. Нөмір 110. Ұлттық киім. Тағы да балалар, видеоны паузаға қойып өздеріңіз шарп көріңіздер. Ұлттық киім тігетін фабрика үшін күнде 98 киім дайындайды. Екінші күні бірінші күнге қарағанда 19 киім артық, ал үшінші күні екінші күнге қарағанда 9 киім кем дайындаған. Фабрика екінші күні қанша киім дайындаған? Фабрика алғашқы 2 күнде қанша киім дайындаған дейді. Бірінші сұраққа мен жауап берем, екінші сұраққа өздеріңіз жауап бересіздер. Ұлттық киім тігетін фабрика 3 күнде 98 киім общий. Мынау 98 киім 3 күнде дайындаған ғой. Яғни қазір бірінші күн, екінші күн және де үшінші күнде қанша киім дайындаған табайық. Бәрін қосқан кезде 98 шығатын, сіздер түсініп тұрсыздар. Бәрін қосқан кезде 98 шығады. Екінші күні бірінші күнге қарағанда 19 киім артық. Ал үшінші күні екінші күнге қарағанда 9 киім кем дайындаған. Бұл жерде екеуді екінші күнмен байланыстырып тұрғаннан кейін екінші күнді барып x деп белгілеп қойық. Екінші күн бізде x болсын. Айнымалы енгізіп жатырмыз. Көрдіңіздер ме? Айнымалы енгізіп, қазір теңдеу шешеміз ғой. Енді екінші күні бірінші күнге қарағанда 19 киім артық. Мынаған қарағанда мынау артық деп тұр. Яғни бірінші күнде 19-ға кем болып қалды ғой. Аны x азайтылған 19 деп қоясыздар. Бірінші күнді. Мына бірінші күн. Мынау екінші күн. Ал үшінші күні екінші күнге қарағанда 9 киім кем дайындаған. Яғни екінші күннен 9 азайтасыздар міне. Бұл бізде үшінші күн. Көрдіңіздер ме? Екінші күні деп айтып жатса, екінші күні деп айтып жатса, болды, екінші күнді барып x деп белгілеп алыңыздар. Бірінші күнге қарағанда 19 киім артық дайындады ма? Міне, бірінші күні азайтасыздар уже 19-да. Бәрін қосқан кейін сұрақ. Екінші күні қанша киім дайындады деп бірінші сұрақ сондай ғой. Енді екінші күнді x деп белгілегендіктен мен x-ті табамын. Ал x-ті қалай табамын? Жаңа айттым, бәрін қосқан кезде 98 шығатын білесіздер. Бәрін қосамын. x минус 19-ды қосамын x-ке, қосамын x минус 9-ға. Бәрін қосатын болса 98 шығады. Жақшаларды ашам. X азайтылған 19, қосылған x азайтылған 9 тең болады 98. Мына жерде 1, 2, 3x бір-біріне қосылыпты. Сонда бәрін қоссақ 3x болады. Міне 3x болады. Енді 98 тұра берсін.
Мына азайтылған 19-ды теңдіктің арғы бетіне жіберемін, қосылған 19 болады. Мына азайтылған 9-ды тағы да теңдіктің арғы бетіне жіберемін, қосылған 9 болады. Сандардың бәрін бір жаққа, әріптерді бір жаққа жинап алдым. Сонда 3x тең болады 98 қосылған 19 қосылған 9 болады 126. Енді көбейтіліп тұрған 3 бөлу болып бар. 126-ны 3-ке бөлесіздер 42. X-тің мәні 42. Бірінші сұрақтың жауабы 42. Фабрика екінші күні қанша киім дайындаған? 42 киім дайындаған дейсіз. Фабрика алғашқы 2 күнде қанша киім дайындаған дейді. Екінші сұрақты көрдіңіздер ме? Алғашқы 2 күнде сіздер бірінші күнде қанша киім дайындаған табыңыздар. Потом екінші күнде қанша киім дайындаған табыңыздар. Екінші күн белгілі ғой, 42 ғой. Енді бірінші күн табыңыздар, мына x-тің орнына 42-ні қоя саласыздар. Шыққан екеуін бір-біріне қосасыздар. Алғашқы 2 күнде дайындаған киім шығады. Саны. Түсінікті ме балалар? Мен болсам нөмір 111-ге өттім. Сұрақтар құрастырыңдар және есептер шығарыңдар. Зауыт 3 күнде 198 станок жасады. Тағы да балалар видеоны паузаға қойып өзіміз шығарып көреміз бірінші. Тағы да 198. Бұл бізде 3 күнде бірінші күн, мынау екінші күн, мынау үшінші күн болсын. Бірінші күн, екінші күн, үшінші күн. Бірінші күні екінші күнге қарағанда 2 есе артық, ал үшінші күні жасаған станоктар саны алғашқы 2 күнде жасаған станок санымен бірдей дейді. Ойланамыз. Қайсысын x деп аламыз? Өзіміз көрейік, бірді x деп көрейік. Наны x деп көрейік. Бірді x деп көрейік. Ыңғайлы болам екен. Бірінші күні екінші күнге қарағанда 2 есе артық деп тұр. Мынау x-іміз мынадан 2 есе артық болу керек. Демек, мынаны да x деп белгілейтін болсақ, мынаны 2 көбейтеміз онда міне. 2x деп белгілейді екенбіз бірінші күнді. Түсініңіздер ме, балалар? Қайтадан айтамын. Бірінші күні екінші күнге қарағанда 2 есе артық. Мынау екінші күнді қандай деп белгілесек, бірінші күн содан 2-ге артық болғаннан кейін 2 көбейтіп қоямыз 2x деп. Болды. Так, 2x мынауымыз, ал мынауымыз x. Ал үшінші күні жасаған станоктар саны алғашқы 2 күнде жасаған станоктар саны бірдей дейді. Мына екеуін қосасыздар деп тұр осында. Бірінші күн мен екінші күнді қосқан кезде шығады деп тұр. Сонда сұрақ құрастырыңдар деді ғой. Мен жай ғана x-ті табу үшін мынау екінші күні қанша станок жасады деп сұрақ қоя саламын. Екінші күні қанша станок? Бәрін қосқанда 198 шығады. 2x-қа x-ті қосқан кезде, потом 2x қосылған x 3x болады ғой, жай ғана 3x деп қоямын. Бәрін қосқан кезде 198. 2x-қа x 1x-ті қосса 3x, 3x-қа 3x-ті қосса 6x болады. Тең 198. X тең 198-ді бөлесіздер 6-ға 33. Мінекей, екінші күні 33 станок дайындаған. Енді сіздер басқа сұрақ қойыңыздар, яғни бірінші күні қанша станок дайындаған, үшінші күні қанша станок дайындаған деген секілді. Жақсы, математика және денсаулық дейді. 112. Дәрігер емдеушілер бір дәріден күніне 3 реттен 10 күн қабылдау керегін айтты. Ондай дәрі түрлі қаптамамен сатылады. Бір қаптамада 12, екіншісінде 16 дәріден бар. Бірінші қаптаманың бағасы 880 теңге, екіншісінің бағасы 1350 теңге. Емделушіге қанша дәрі керек? Бұл тапсырманы да бірінші өзіміз орындап тырысып көреміз. Видеоны паузаға қойып, одан кейін барып сіздерге көмектесем. Енді 2 қаптама бар екен. Бір қаптамада ішінде 12, бір қаптамада 12-сінде бар. Екінші қаптамада бір ішінде 16 дәрі бар екен. Бірінші қаптаманың бағасы 880 теңге. 880 теңге. Екінші қаптаманың бағасы 1350 теңге. Дәрігер емделушіге бір дәріден күніне 3 реттен 10 күн қабылдау керек. Сонда күніне 3 реттен 10 күн болса 30 дәрі керек қой. 30 дәрі керек. 30 дәрі керек. Емделушіге қанша дәрі керек? Бірінші сұраққа жауап беріп қойдық. Екінші сұрақ. Емделушіге қай қаптаманы сатып алған тиімді болады? Бізге өзі 30 дәрі керек. 12 дәріден бізге 30 дәрі болу үшін екеуін сатып алсақ 24 дәрі болып қалады. Үшеуін сатып алсақ 36 дәрі болады. 12 дәріден үшеуін сатып алатын болсақ 36 дәрі болады. Және де бағасы 880 теңге болғандықтан 880-ні 3-ке көбейтеміз ғой. 880-ді 3-ке көбейтеміз.
Қазір көбейтіп жіберейін. Сонда бізде болады 2640 теңге. 2640 теңге. Енді келесі 16 дәрі бізде екінші қаптамада. Ол 16 дәріден екеуін алсақ жеткілікті, өйткені 16 екіге көтетін болсақ 32 дәрі болады. Оның бір несі пашкасы 1350 теңге тұрғандықтан бізге екеуі жеткілікті. 1350-ді көбейтетін болсақ екіге болады 2700 теңге. 2700 теңге. Енді 30 неге? 30 дәрі керек болатын болса, кішкентай 12 штуктан 880 теңгеден үшеуін алған дұрыс екен. 2640 теңге, 2640 теңге жұмсап 36 дәрі алады, негізі 30 жетеді. Ал мынаяқта 32 дәріні 2700 қымбат қалады екен. Сондықтан бірінші қаптаманы алған ыңғайлы, бірінші қаптаманы алған тиімді. Келесі бетке өтеміз. Нөмірі 113 тапсырма. Нөмірі 113. Қайықтың жылдамдығы өзен ағысының жылдамдығынан 2 есе артық. Егер қайықтың өзен ағысымен жылдамдығы 9 км/сағат болса, қайықтың жылдамдығы қандай? Өзен ағысымен, мынау өзеннің ағысы ғой. Мынау қайық. Қайық сол өзен ағысымен жүретін болса, біздің қайығымыз өзен ағысымен жүретін болса, жылдамдықтар қосылады. Яғни қайықтың жылдамдығы x болатын болса, қайықтың жылдамдығы өзен ағысының жылдамдығы 2 есе артық. Өзеннің жылдамдығы x болатын болса, өзен ағысының жылдамдығы, қайықтың жылдамдығы одан 2 есе артық болғаннан кейін 2x деп белгілейсіздер. Ал екеуі былай бір бағытта болатын болса, өзеннің ағысымен қайық жүретін болса, оны екеуін қосасыздар. Екеуін қосқандағы жылдамдығы не деді? 9 км/сағат деді. 9 км, 9 деп қоямыз. Онда қайықтың жылдамдығы қанша дейді? Жарайды, x-ті табуымыз керек қой. x-қа 2x-ті қосатын болса 3x болады. Өйткені яқта көрінбей тұрған бір бар, 2-ке 1-ді қосса 3. 9 3-ке бөлетін болсақ 3, x-іміз 3. Қайықтың жылдамдығын біз 2x деп белгіледік. 2x дегеніміз x-тің орнына 3-ті қоямыз енді. 2 көбейтілген 3 6 болады. Сонда қайықтың жылдамдығы 6 км бөлінген сағат деген сөз мінеки. Болды. Нөмірі 114 тапсырма. Тағы да видеоны паузаға қойып өзіміз орындап көреміз. Одан кейін барып не істейміз? Видеоны көмегіне жүгінеміз. Жүгіруден жарыс нәтижесі бойынша Арман 33 минут, Ерлан одан 4 минутқа артық дейді. Бірденен орындай береге Арман 33 минут деп қоямыз. Минут деген керек емес. Ерлан одан 4 минутқа артық. 33-ке 4 қосатын болса 37. Ал Сәкен Арман мен Ерланның бірге алғандағы уақытынан 41 минут аз уақыт жіберді. Сәкен мына екеуінің бірге алғаннан дейді 33 пен 37-ні қосқаннан дейді 41 минут аз дейді. Осы екеуін қосқаннан 41 минут аз дейді. Мәреге кім бірінші келді? Жарайды. Енді жаңағы Арманның уақыты белгілі. Ерлан 37 белгілі. Енді Ерлан точно Ерлан емес, өйткені Ерланның уақыты көп. Мынаны есептеп көрейік. 33-ке 37-ні қосамыз. Тең деп қоямыз. Бізде болады 60-70. 70-тен 41 азайтамыз, болады бізде 29. Сонда Сәкен не бары 29 минут жүгірген, сондықтан бірінші келген осы ғой. Отқан бізде Сәкен. Мәреге кім бірінші келді? Мәреге бірінші Сәкен келді деп жауап бересіздер. Нөмір 115. 68 беттен тұратын кітапта әңгіме мен повест басылған. Повест әңгімеге қарағанда 3 есе артық бетті алады. Қанша бет әңгіме жазылған, повест жазылған бет қанша деп сұрақ қойып жатыр. Бірінші өзіміз орындап көреміз балалар. Негізі түсініп отырған шығарсыздар, қараңыздар. Комментария жазыңыздаршы, негізі осы тақырып қалай болып отыр. Теңдеу құру арқылы шығарылады бар. Теңдеу құру арқылы шығарылады. Теңдеу құрғанда белгісізді x деп белгілеп аламыз. Мысалы, мына жерде общий 68. Общий бет 68. Енді повест әңгіме қарағанда 3 есе артық. Өзі екі ақ нәрсе жазылған. Біреу әңгіме, біреу повест. Повест, мысалы, әңгіме x болатын болса, повест одан 3 есе артық болғаннан кейін оны 3x деп белгілеп аламыз, болды. Мынау повест, мынау әңгіме. Енді x-ті табуымыз керек. X-ті табу үшін екеуін қосамыз. Осы 3x пен x-ті қосқан кезде, екеуін қосқан кезде бізде 68 общий шығады ғой, міне. 3x қосылған x тең 68 деген теңдеу құрасыздар. 3x-қа x-ті қосса 4x тең 68 болады. Енді 68-ді бөлесіздер 4-ке. Болады бізде 17. X тең болады 17.
Болды, яғни әңгіме 17 бет, ол повесть содан 3 есе артық болғаннан кейін 3-ке көбейтесіздер. 3 көбейтілген 17, 30, 21, 51. Яғни повесть бізде 51 бет, әңгіме 17 бет. Осылай шығарады. Кез келген есеп общий қанша екеуін беріледі, сосын бөліп өзіміз айнымалы енгізіп аламыз, одан кейін шығара саламыз. Нөмір 116. Теңдеу құруды үйренсеңіздер болды. Теңдеу дұрысты құрып, теңдеуді дұрыс құрып, сол теңдеуді шығара алсаңыздар болды. Тауар пойызының құрамындағы жабық вагондар саны ашық вагондар санынан 2 есе артық дейді. Жабық вагондардың саны ашық вагондардың саны 2 есе артық. Ал цистерналар саны ашық вагондар санынан 10-ға артық. Егер цистерналар саны 21 болса, тауар пойызының құрамында барлығы қанша вагон бар? Енді көріңіздер, рөлдерде не бар өзі? Рөлдерде 3 нәрсе бар. Жабық вагондар бар. Жабық вагондар. Ж деп қояйық. Жабық вагондар. Одан кейін ашық вагондар бар. Ашық вагондар. Одан кейін бар цистерналар бар. Оны Ц деп қоя саласыздар. Міне Ц. Рөлдерде 3-еуі бар. Енді не істейміз? Белгілейміз. X пен айнымалы енгіземіз, қараңыздар. Жабық вагондардың саны ашық вагондардың санынан 2 есе артық. Яғни мынаны жабық вагондар 2 есе артық деп тұр ғой ашық вагоннан. Сонда мынаны 2x, мынаны x деп аламыз. Жабық вагондар ашық вагондардан 2 есе артық деген осылай. 2-ге артық болатын болса, x қосу 2 болатын еді. 2 есе артық болғаннан кейін 2x, яғни x көбейту 2 дегенді білдіреді. Ал цистерналар саны дейді, қараңыздар. Цистерналардың саны ашық вагондар санынан 10-ға артық. Міне ашық вагондар саны x қой. Ал цистерналар содан 10-ға артық деп тұр, яғни 10-ды қосасыздар, соған болды, міне. Бәрін белгіледік. Енді қараңыздар, егер цистерналардың саны 21 болса дейді, мынау 21-ге тең болса дейді. Көрдіңіздер ма? Мынау 21-ге тең болса, мынау 21-ге тең болса. Тауар пойызының құрамында барлығы қанша вагон бар деп тұр. Яғни x-ті тауып, бүкілін қосуымыз керек. Біз әзірге x-ті білмейміз, сонда x тауып алайық. X-ті мына жердегі теңдеу бойынша табамыз. Мына жерде көріп тұрсыз ғой қандай теңдеу шығып тұрған. X қосылған 10 дегеніміз 21-ге тең деп айтты мына жер. Мына сөз арқылы егер 21-ге тең болса. Болды, x-ті табайық осы жерден. X қосылған 10, ол қосылған 10 азайтылған 10 болып барады. 21-ден 10 азайтатын болса 11, x-тің мәні 11 болды. Цистерналардың саны x қосылған 10 деп белгіледік. X-іміз 11 болғандықтан 11-ге 10-ды қосамыз да 21. Цистерналардың саны 21. Ашық вагондардың саны ше? Ашық вагондар. Ол әшейін x. Ол әшейін x болса әшейін 11. Жабық вагондардың саны бізде 2 көбейтілген x. X-тің орнына 11-ді қоясыздар, яғни 22. Барлығын қосамыз. 21, 11, 22. 21 қосылған 11 қосылған 22. 30, 50, 2, 4. Болды, сонда бізде жалпы 54 барлығы қосқанда вагон бар. Осылай теңдеу құру арқылы шығарылады есептердің барлығы. Нөмірі 117 жарайды. Тігін шеберханасында 90 метрден 13 бөлік және 80 метрден 11 бөлік материал бар. 1440 метр материал қолданылғаннан кейін қанша метр материал қалады деп сұрақ қойып тұр. 1440 материал қолданылғаннан кейін дейді. Қанша метр материал қалды? Енді есептейміз, 90 метрден 13 бөлік деп тұр ғой. 90 метрден 13 бөлік бар. Яғни 90 метрден 13 бөлік деген, яғни 13 штук деген сөз. 90-ды 13-ке көбейтіп жіберейік. 90 көбейтілген 13 бізде болады 1170 метр общий. Енді 80 метрден қанша бөлік? 11 бөлік. 80-ді көбейтесіздер 11-ге болады 880. 880 метр. Енді барлығын қосайық. Барлығы қанша бар екен табу үшін 1170-ке қосайық 880-ді. Болады бізде 2050. Общий бізде 2050 бар. Қанша материал қолданылғаннан кейін дейді? 1440. Осы 2050-ден азайтайық. 1440 материал қолданыпты ғой. Бізде 610 қалды.
яғни қанша метр материал қалды? 610 метр материал қалды. Бұл жерде айнымалы енгізудің қажеті жоқ, арифметика жай ғана. Келесі бетке өтемін. Ойлаған сан 4 есе арттырылды дейді. Енді әрқашанда балалар, бірінші өзіміз шығарып көреміз есепті, одан кейін барып көмек ретінде ғана қараймыз. Ойлаған сан 4 есе арттырылды, бізде белгісіз болып тұр ғой, енді сол ойлаған санды x қылып қояйық. Бізде ойлаған сан. Шыққан көбейтіндінің мәні 128-ге кемітіліп, нәтижесі 13 санын көбейткенде 52 саны шықты, ойлаған сан тап дейді. Басында 4 есе арттырылды деп тұр ғой. X-ті 4-ке көбейтеміз ғой, міне 4x. Шыққан көбейтіндінің мәні 128-ге кемітіліп дейді. Осыдан 128-ді азайтып, нәтижені 13 санына көбейткенде, осыны жақшамен жазамыз, міне. Осыны 13-ке көбейткен кезде. Сіздер жақшасыз, жақшаны жазбай, жай ғана 13-ті көбейтіп қойсаңыздар, ол 128-ге көбейтіліп кетеді. Бізде ол керек емес, бізге осының барлығын нәтижесін 13-ке көбейту керек. Жақшаның мағынасы сол. 13-ке көбейткен кезде 52 саны шықты деп айтып жатырмын, тең 52 деп қоясыздар. Ойлаған санды тап, яғни x табу керек. Кәдімгі теңдеу шешу 4x азайтылған 128, мынау көбейтілген 13, арғы бетке бөлінген 13 болып барады. 4x азайтылған 128. Мына жерде қанша болады? 4 болады. 4x азайтылған 128 теңдіктің арғы бетіне қосылған 128 болып барады. 128-ге 4 қосатын болсақ 132. 132-ні бөлеміз 4-ке тең болады 33. Ойлаған саны 33 екен. Енді өздеріңіз тексеріп көріңіздер, ойлаған санды 4-ке көбейтіп, мәнін 128 азайтып, 13-ке көбейткен кезде 52 шығады мекен. Мен болсам нөмірі 119-а өттім. 119. Әлия 2 самса мен тәтті нанға 230 теңге төледі. Самса бар рөлдерде, потом тәтті нан бар рөлдерде. Т нан деп қоя салайын жарайды. Самса және нан. Мәншік 6 самса мен тәтті нанға 470 теңге төледі де, 2 самсаны Назымға берді. Назым мәншікке қанша теңге қайтару керек деген сұрақ. Оқы. Бірінші ойланайық. 2 самса деген 2 с. Мен тәтті нан 230 теңге. 2 самса қосылған нан екеуі барады да 230 теңге болады. Мәншік 6 самса алды, және де тәтті нанға 6 самса мен тәтті нан, ол да бір нан алыпты ғой. Сонда 470 теңге. 470 теңге төледі. 2 самсаны төледі де дейді. 2 самсаны Назымға беріпті ғой. 2 самсаны барып Назымға беріпті. Назым мәншікке қанша теңге қайтару керек? Бұл жерде самсаның бағасы керек қой бізге. Самсаның бағасы неше теңге? 2 самса беріп тұр ғой. 2 самса берген екен, 2 самсаның бағасын табу керекпіз. Енді нанның бағасын бұл жерде белгісіздерді теңестіру керек. Нанның бағасы белгісіз, екеуден нан алған. Бірінші теңдеуді көріп тұрсыздар ма? Осы бірінші теңдеудегі нанның бағасын самсаның бағасы арқылы өрнектейік. Яғни нан тең болады 230. Мына қосылған 2 саны азайтылған 2 с деп жібереміз. Екінші теңдеуде де солай істейміз. Нанның бағасы тең 470-тен азайтылған мынау 6 самсаның бағасы. Енді нанның бағасын 2 түрлі әдіспен жаңаға түрлендірдік. Екеуі бір-біріне тең. Екеуі де нанның бағасы. Екеуі де нанның бағасы болғаннан кейін теңестіреміз. 230 азайтылған 2 с да 470 азайтылған 6 с, екеуі бір нәрсе болғаннан кейін екеуін теңестірдік. Есесіне кәдімгі теңдеу шешу пайда болды. Мына жердегі сын табуымыз керек. Әріптерді бір жаққа, сандарды бір жаққа жинаймыз. Мынау азайтылған с бері қарай қосылған 6 с болып келсін. 6 с, енді яқта азайтылған 2 с тұра берсін. 470-те тұра береді. Мынау 230 алдында азайту амалы тұрмаса, ол қосу деген сөз. Арғы бетке азайту 230 болып барады. Азайту 230. Міне. Осы жер түсіндіңіздер ме, балалар? Осы жер түсіндіңіздер ме? Мынау минус 6 с, мына жаққа жай ғана 6 с болып келеді. Жай ғана 230, ар жаққа минус 230 болып барады. Сандарды бір жаққа, әріптерді бір жаққа келдім. 6 с-дан 2 с-ны азайтатын болсақ, 6-дан 2-ні азайтатын болсақ, яғни 4 болғаннан кейін 4 с дейміз. Одан кейін 470-тен 230 азайтамыз. 470 азайтылған 230 бізде болады 240.
С-ны табатын болсақ, 244-ке бөлетін болсақ 60, С бір самсаның бағаны 60 теңге, 2С деген яғни бізде 2 көбейтілген 60, 120 теңге. 120 теңге қайтару керек болып шықты соңында. Соңында 120 теңге қайтару керек болып шықты. Енді 120-шы есеп менің отбасым өміріндегі математика дейді. Бұл жерге өздеріңіз мән беретін есептер ғой. 2 ересек адамнан және 2 баладан тұратын отбасы Астанада қаласынан Алматы қаласына бармақшы болды. Оларға барып және кері қайту билеті алу керек. 113-те бірінші кестеде Астана Алматы бағытында жүретін кейбір пойыздардың нөмірлері көрсетілген. Қазақстан темір жолы ақы сайтын қолданып кестені толтырыңдар дейді. Бағаларын жазасыздар. Ересек адамның бағасын және де баланың бағаларын жазып шығасыздар сайтқа кіріп. Пойыздың жолға жіберетін уақытын және билеттер санын бағасын салыстырып, қорытынды шығарыңдар. Отбасының барып қайтуға жіберетін ақшасын ең төменгі құнын табыңдар деп тұр. Мына рейспен жеке бала ересекке және балаға, ересек адамға, балаға қанша теңгеден кететіндерін шығарып, ең азы қосқан кезде ең азы болатын табасыздар ғой. Бұны өздеріңізге қалдырам. Мына сайтқа кіру керек. Менің отбасымдағы математика деп тұр ғой, өздеріңіз орындайсыздар үй жұмысы ретінде, асықпай. Енді кеттік. Нөмір 121. Жаңа тақырыпты меңгеруге арналған есептер дейді. 10 санын үлкен немесе тең, бірақ 20 санынан кіші қанша екі таңбалы сан бар, олардың арасында қанша жұп сан және қанша тақ сан бар деп сұрап тұр. 121-ші тапсырма. 10 санынан үлкен немесе тең дейді. 10 санынан үлкен немесе тең. Мынандай белгімен жазылады ол. Үлкен десе, мынау астында сызық болмайды. Үлкен немесе тең десе, астында сызық болады. Бірақ 20 санынан кіші, қанша екі таңбалы сан бар, олардың арасында қанша жұп және сан және қанша тақ сан дейді. Бұны координаталық сәуледе сызасыздар. 10 таңбалына тең, 20-ға тең емес. 20-дан санынан кіші деп айтты, көрдіңіздер ме? 20 санынан кіші, 20-ның өзі болмайды. 20-ның өзі болмағаннан кейін бұл жерде ақ нүкте болады. 10 санның өзіне тең болғаннан кейін 10-ның өзін санаймыз қазір. Арасында қандай сандар бар? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ақ нүкте. 20-ға тең деген жоқ. Бірақ 10-нан үлкен немесе тең деген бұл қара нүкте болды. Қанша екі таңбалы сан бар? Санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук екі таңбалы сан болғаннан кейін бірінші сұрақтың жауабы 10-ау болады. Олардың арасында қанша жұп сан және қанша тақ сан? Жұп сандар 10, 12, 14, 16, 18 деген сандар ғой, 5-еу. Тақ сандар мынау арасындағы 11, 12, 13, 17, 19-дар, оларда 5-еу болады. Болды мінекей, осылай. Теңсіздікке байланысты болып тұр ғой, келесі сабағымыз олай болатын болса. Екінші сұрақты көрейік. 3 санынан үлкен немесе тең, бірақ 9 санынан кіші барлық бір таңбалы сандарды жазыңдар дейді. 3 санынан үлкен немесе тең, бірақ 9 санынан кіші. Мынандай қос теңсіздік құрдық. Солай жаңағындай саласыздар міне. 3-ке тек кіші немесе тең болған 3 жаңа қара нүкте болады, 4-те қара нүкте, арасындағы сандардың бәрін жазамыз. 5-те қара нүкте, 6-да қара нүкте, 7-де қара нүкте, 8-де қара нүкте, бірақ 9 ақ нүкте. 9 кірмейді. 9 бізде қатаң түрде 9-дан жаңағыша. Арасында қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6 болғаннан кейін 6 деп жауап бересіздер. Болды. Мінекей осылай балалар. 122-ші есеп менің өмірімдегі математика дейді. Аты жөніңізді, күнін, айын, туылған күндеріңізді болжамдан еді. Сыныптастардың туылған күні мен айын жазыңдар. Өсу ретімен жазыңыздар дейді. Ғаламтордан келесі аптаға ауа райы болжамын жазыңыздар дейді. Бұны өздеріңізге қалдырам. Өмірдегі математика деп тұр ғой. Сонымен видеомыз аяқталды. Каналға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видео шыққан кезде өткізіп алмаш үшін. Сонымен көмегі тиді деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.